Ел арасында әзіл болып жүрген қазақтардың екінші отаны Түркия туралы не білеміз? Жалпы түріктер мен қазақтар ағайынды елдер ғой. Себебі оның тарихы тереңде орта ғасырда жатыр. Біздің қазіргі уақытта Айнұр Тұрсынбаеваны төбеге көтеріп жүруінің себебі түріктер қазақтарды өте құрметтейді. Себебі түріктердің атамекені, жалпы түріктердің шыққан жері мынау Тараз өңірі, Сыр өңірі. Осы жерде ең алғашқы түріктердің кезеңі қалыптасқан, яғни түріктер оғыздардың бір тармағы салжұқтардан бөлініп шығады. Ағайынды Тоғырылбек пен Чағылбек таяу шығысты түгелдей басып алғаннан кейін Кіші Азияда үлкен мемлекет құрады. Яғни бұл түріктер кешегі оғыздардың бір тармағы. Сол себептен де осы Қазақстанның жерінен кетуіне байланысты олар әрқашанда Қазақстан оларға ыстық, біздің отанымыз деп осы Қазақстанды құрметтеуінің орны осында.